Арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ешқандай блогер, ешқандай ютубер түсірмеген кимешек байлау әдісін нольдан бастап үйретемін. Ең біріншіден шашыңыз ұзын болса, пучок түйіп шпилькамен жан-жағынан қадап, сыртынан резинка тағасыз. Ал егер шашыңыз қысқа болса, осындай арнайы үлкен резинка қолданасыз. Заколка немесе краппен шашыңызды қыстырғаннан кейін сосын бони киесіз. Оның көп түрлері бар. Қазір бірнеше түрін көрсетемін. Бони не үшін керек? Шарф немесе орамалыңыз басыңыздан жылжып кетпеу үшін. Осындай шапочка сияқты немесе байланатын түрі бар. Мынау жаз мезгіліне арналған ауа өткізгіш торлары бар түрі. Артынан байлайсыз. Ал мынау скафандр түрі. Резинкасын пучоктың үстінен жібересіз. Күз, қыс мезгілінде жақсы жылу ұстап және мойныңыздан төмен бәрін жауып тұрады. Понилармен таныстырдым. Енді содан кейін шарф байлау үшін керек заттар. Ең бірінші нәзік, ұсақ инелер. Ол орамалдың берік тұруына қажет. Кез келген кимешек сататын дүкеннен таба аласыз. Осындай арнайы қорапшада сатылады. Екіншіден түйрегіштер керек. Олардың да әр түрлісі болады. Қазір бұлармен қалай қолдану керек екенін көрсетемін. Шашыңызды жинап, бони киген соң, осылай шарфтың бір жағын қысқа, бір жағын ұзын етіп жібересіз. Сосын қосып, түйрегішпен түйрейсіз. Ұзын жағын ішке қарай кішкене айналдырып бүктеп алып, бір рет айналдырып алдыға қарай түсіресіз. Сырғанап кетпеу үшін инемен қадайсыз. Өз қалауыңыз бойынша 3-4 жерден қадасаңыз болады. Бірақ мен мысал ретінде көрсетуім үшін төбесінен бір рет, шетінен бір рет қадаймын. Байқағандарыңыздай астыңғы түйрегіш шарфтың ішінде көрінбей кетті. Қыздар, бір ескертуім, кимешекті қалай орасаңыз да, видеоның басында айтқанымдай, шашыңызды пучок қылып тиюді ұмытпаңыздар. Сол кезде осы картинка сияқты жинақы, ұқыпты болып шығады. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.